подростковый возрастта мен енді кішкентай бері оқып жүрген сыныбыма тіпті солармен араласу қиын болатын маған. Ол кездер тұйық болатын, ешкіммен сөйлесе алмайтын, ортам болмайтын, өзім жалғыз қалатын. Сол кезде мені өздері шақырды да, не болып жатыр, қандай проблема, сол кезде енді айттым. Ал оған ешкімге айтпағанмын. Неғып олар мені бөледі, неғып мен жалғыз болып, неғып құрбым жоқ деп сондай ойға кетіп қаласың да, и сабағың тоже жайына алып кетті. Әркімнің өзінің ар жағында тағы бір арманы бар ма? Мысалы менікі стюардесса, ол уже өйтіп болмай қалатын арман да, оныкі тоже актриса болу. Сәлем құрметті достар, назарларыңызға Жұлдыз подкасттың кезекті эпизодын ұсынамын. Әдеттегідей сіздермен бірге мен Назира Қасымбек. Алдымен жаңа тақырыбымызға көшпестен бұрын біздің өткен эпизодтарымызды көрмесеңіздер, соларды көріп шығып, қазір мен сілтеме қалдырып кетемін. Сол сілтемелерге өтіп, көріп, өздеріңіздің пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Ұнаса лүпіл қалдырсаңыздар, мен қуанып қалар едім. Сонымен қатар бізді барлық әлеуметтік желілерден ТикТоктан, ТикТок желісінен және Телеграм желілерінен оқи аласыздар. Бүгін мен өзім үшін, яғни осы подкаст үшін тағы да бір айдар ашқым келіп отыр. Бұл құпия жұлдыз деп аталады. Бұл жерде жасөспірімдердің өздеріменен тікелей сұхбаттасып, олардың әртүрлі тақырыптар жөнінде ойларын білетін боламыз. Сонымен бүгін бізге алғашқы құпия жұлдыз келіп отыр. Мен жаңа айтып кеткендей, мен ол кісілерді таныстырмаймын, қай қаладан, жасы қаншада деген сияқты жеке деректерін айтпаймын. Бар болғаны өзімізге ортақ тақырып төңірегінде әңгімелесеміз. Сонымен менің алғашқы құпия жұлдызым, қош келдің. Сұхбат беруге келіскен. Рахмет. Қалайсың? Жақсы. Сен қазір ОБТ-ға дайындалып жатырсың ба? Уже бұйырса бір айдан кейін тапсырасыңдар, иә сендер? Иә. Сен сол ОБТ-ға дайындалу үшін қазір басқа мектепке ауыстың ғой, иә? Иә. Сол туралы жеке мектептен. Иә, сол туралы айтып берші, қалай болды? Мен мысалы 11-ші класс оқығанда мен де басқа мектепке ауысқам сол ОБТ үшін. Мысалы, маған вообще өте қатты қиын болған. Өйткені мен интровертпін, тұйықпын, тез ортаға кіріп кете алмаймын, сондай қатты қиналғанмын. Сенде қалай болды? Өзімнің жеке мектебімнен жаңа мектепке көштім. Оның себебі өзім сол келетін дайындалатын 5 пәнімді жақсы дамыту болды. Және де мен ортаға бай ауысындым деп айта алмаймын. Ол мектепке әр бала жан-жақтан келеді ғой. Сол себепті өз ортамды ол жақта тез тауып алдым. Яғни саған қиын болған жоқ, иә? Жоқ. Бірақ та мен өзімде бұрыннан тұйық сондай болатынмын. Ол подростковый возрастта болатын. Ал мына ортаға келіп мен вообще өзгердім деп айтсам болады. Қалай әсер етті сонда бұл орта саған? Мысалы, бұрын сен қандай едің, қазір қалай болдың осы жерге келгелі? Сабағынан бөлек. Подростковый возрастта мен енді кішкентай бері оқып жүрген сыныбыма тіпті солармен араласу қиын болатын маған. Ол кездер тұйық болатын, ешкіммен сөйлесе алмайтын, ортам болмайтын, өзім жалғыз қалатын. И мына жаңа мектепке көшуімнің де себебі сол өзіме орта табу болды. И бір жағынан өзімнің сол сабаққа дайындығымды да арттыру болды. Және біріншісінде барғанда қорқыныш болды, қандай орта болады, қандай адамдар болады, тез тіл табыс кете аламын ба деген сияқты. Бірақ та жоқ, ортам тез тауып алдым. Саған ол жерде жаңағы ортаға сіңісуіне мысалы мұғалімдерден көмек болды ма? Былай психологиялық жұмыстар әрине жасады, иә? Иә, мұғалімдердің бәрі жақсы, өте керемет, күшті кісілер болды. Мен күшті, мен қуаныштымын. Жаңа сен подростковый возраст дедің ғой. Сол сенде қалай өтті, мысалы, қай жастан басталды? Сен оны подростковый возраст басталып жатыр екен дегенін қайдан білдің? Или саған айтты ма біреулер? Примерно бір 8-9 сол сыныптар аралығында болды менде. Андай өзіме де сезіледі да, кәдімгі адамдармен қосыла алмаймын, сөйлесе алмаймын, бір ортақ бір әңгіме жоқ болады да. Бізде ол кезде де андай болатын, мектепте бөлініс, өз қыздар арасында топпен. Сол кезде мен ешкімге қосыла алмайтынмын ол кезде. Сен бұл туралы мысалы айтатынсың ба, сынып жетекшісіне или психологқа или мамаңа келіп менде осындай деп? Жоқ, ешкімге айтпайтынбыз. Просто андай болды ғой, психологтар андай бір анкета алады.
Аха. Соны тапсырдық, и сол кезде мені өздері шақырды да, не болып жатыр, қандай проблема, сол кезде енді айттым, ал оған дейін ешкімге айтпағанмын. Содан кейін сенде бір не басталды ма өзгеріс, мысалы сол психологпен сөйлескеннен кейін? Иә, былай бір қатты деп айта алмаймын. Мгм. Былай жақсы сөйлестік сол ол кісілермен. Яғни мектептің психологы жұмыс істеді, иә, сендермен. Мхм. Иә. Ал сен өзіне бір қандай да бір бүйтіп көмек көрсете алдың ба, мысалы? Білмеймін енді, мысалы бір кітаптар оқу ма, или өзіңнен жасы үлкен бір әпкелеріңмен, достарыңмен или таныстарыңмен сөйлесіп көрдің ба? Ондай болған жоқ. Мен просто білгім келді, қалай шықтың? Сен айттың ғой басында ортаға қосыла алмадым деп, содан кейін соңында қосылдың ба ортаға, или сол неде тысқары қалып қалдың ба шетте? Жоқ, сол бойы мен сол ортамен араласпай кеттім. Сол Мгм. бойы. Ал Ешкімге мен қоса алмадым, ортаға әңгіме болған жоқ. Бірақ кішкентайымнан солармен оқып келе жатырмын ғой. Сонда да уже енді ешкіммен қосыла алмай сондай болып кетті. ал оған не себеп деп ойлайсың, мысалы ортаға қосылмауының? Себеп болғанда сол қыздар өздері, енді мектептің ішінде бізде бөлініс болды, қыздар өздері бір бөлек, 3 адам бір бөлек болып. Сол кезде білмеймін, мен оларды білмейтін де өйтіп бөлініп жүретін. Одан кейін соларды байқағаннан кейін бастап мен уже ойым да өзгерді, соған байланысты. Мгм. Мен де мысалы қай сыныпта, 7-сыныпта ма, тоже біз бұрын кішкентай кезімізден бастап қыздармен бірге келе жаттық та, 7-класста тоже сөйтіп бөлініп кеткен кезде мен де байқадым да, мен жалғыз қалғанымды. Сөйтсем, ол кезде мысалы жігіт деген тақырыптар шықты да, мысалы жігіті бар қыздар, жігіті жоқ қыздар деп сөйтіп бөлініп кеткен еді. Сендерде қалай бөлін, мысалы? Или кейбіреулер болады, мен еститінмін қаланың мектептерінде жаңағы күшті телефон ұстап, күшті киінетін қыздар бір бөлек жүреді. Бір топ болды енді, ол жақсы оқитын қыздар. Олар өздері бір бөлек. Одан кейін бір 4 подружка болды енді, олар бір дворда тұрады, бірге жүреді всегда. Олар өзі бір бөлек болды. И сонда жалғыз қыз болып, мен өзім қалып қалатынмын, ешкімге қосыла алмай қалып. Сен оны сонда ешкімге айтпайсың ба, мысалы мамана, или мысалы басқа класстан дос қыздар тауып, мысалы қиын болмады ма саған? Енді қиын болды, но мамам да оны неден кейін білді, сол психологтар айтты ғой, содан кейін барып білді. Мгм. Сен ол қай классқа дейін жалғасты, сонда сен 10-шы сыныпқа дейін полный жалғыз жүрдің, иә? Иә, соғанға дейін. Одан кейін ауысып кеттім. 8, 9, 10, 3 жыл жалғыз жүрдің, иә? Иә. Ну, жалғыз жүргенде былай бәрімен былай ғана араласатын, бірақ та андай қатты подругам дейтін андай болған жоқ. А қазір бар ма енді мына жаңа мектебінде? Қазір бар, қазір вообще андай бұрын жоқ десем де болады. Қазір вообще андай уже ашықпын, бәрімен сөйлесем, бұрынғыдай емес. Ортан өте жақсы әсер еткен болып тұр ғой, иә, қазір? Иә, Мхм. ортам жақсы қазіргі. Күшті. Сен мысалы қазір 11-ші класс оқисың ғой. Если осыны 8-ші, 7-ші сыныптың қыздары тыңдаса, тура осы 3 жыл бұрынғы сенің состояниеңда жүрген қыздар тыңдаса, сен қандай кеңес беретін едің? Кеңесім, енді ешкімге назар аудармау керек. Бөлінсе, бөлініп жүре берсін. Өзің бол, өзіңмен өзің кітабыңды оқы, сабағыңды оқы. Менің мысалы ол сабағыма да әсер етті. Білмеймін, сабаққа көп көңіл бөлмедім оның әсерінен. Мхм. Сабағыма да әсер етті. Соны ойлаймын да, типа, неғып олар мені бөледі, неғып мен жалғыз болып, неғып құрбым жоқ деп. Сондай ойға кетіп қаласың да, и сабағың тоже жайына қалып кетті. Сен жалпы мектепте сабақ оқығаннан бөлек мындай басқа үйірмелерге қатысатынсың ба? Бұрын сен көп Мгм. үйірмеге қатысушы едің ғой әйтеуір? Иә, мен көбінесе қатысамын. Волейболға қатыстым, теннис, домбыра. Ол жақтардан да мен андай болдым да, мен енді айтып тұрмын, бұрын тұйық болатынмын. Одан кейін адамдар білмеймін, осы тұйықтығымды басынады ма, всегда бөліп тастайтын осы немнен. Сол үшін мен әр істі до конца апармадым да. Себебі мен бір жаққа қатыссам, ол жақта қыздар андай бөліп тастау, ол жақтары сондай болды. Ол одан кейін ана самооценкаға әсер еткен шығар, иә? Әрине, иә, қатты әсер етеді. Онымен жұмыс істедің ба, самооценкамен? Онымен жұмыс істегенде андай мотивациялық кітаптар болды ғой. Аха. Сондай бір кітап оқығам, «Куриный бульон» дейтін. Одан кейін ютубтан там андай болады ғой, қысқа видеолар, бұрынғы жұлдыздардың сондай Иә, айтатын.
мотивациялық видеоларын көретінмін. Жаңа айттың ғой, подростковый кезең, жас өтпелі кезең. Осы кезеңнен өтіп кетуіне маман қаншалықты көмектесті саған? Өйткені бұны сұрап Одан отырған кейін себебім, негізі олардың, біздің ата анамыздың бәрі кеңес үкіметінің адамдары ғой, олар түсінбейді да. Қайдағы м, подростковый период, анау мынау дейді. оны білмеймін, подростковый возраст болғанда вообще еш нәрсемді айтпайтынмын М, мамаға. Сол психологпен сөйлескеннен кейін барып білді ғой менің сондай жағдайымды. Одан кейін Одан сен кейін бастап сөйлесе бастады былайына былай. Мгм. Қалай болып жатыр, сабағың қалай, мектепте қалайсың деп. Яғни коммуникация кішкене тереңнен болды ғой, иә, маманмен. Мгм. Қазір жиі сөйлесіп тұрасыңдар ма? Қазір де қатты емес, әркімнің өз несі ғой. Мен сабақпен жүремін, таңертеңнен кешке дейін мама жұмыста. Одан кейін былай қатты емес. Сен мысалы секреттерің болса, сырларың болса, оны кімге айтасың? Или ешкімге айтпайсың? Ешкімге айтпаймын. Өзімде сақтай беремін. Ал мысалы кеңес керек болған кезде ше? Кеңес болғанда Онда м, өзім істеймін ғой. Өзіме өзім кеңес беріп. М, мгм. Окей. Қазір сен информатика, математика таңдап отырсың, иә? Мгм. IT-ге барасың ба? Иә. Не үшін бұл саланы таңдадың? Негізі бәрі былай күлетін шығар, бірақ та ең басында мен өзімнің мамандығым стюардесса болғым келген. Қай жасында? Осы 10-шы сынып оқыған кезде. Аха. Онда болған кезде. Одан кейін столдың басында енді шай ішіп отырып, енді айтамын ғой өзім осындай болғым келеді деп. Аха. Одан кейін менің мамамдар кішкене қарсы болып, ол андай тұрақты емес дейтіндей. Одан кейін былай қазір енді дамыған пәндер осы информатика, сұраныс көп деп осы бір столдың басында шешілген болатын осы не, осы мамандығым. Мгм. Бірақ та өзіме ұнайды. Иә. Сен IT-дің салалары көп қой, соның ішінде қай салаға барғың келеді? Оны әлі таңдамадым. Таңдамадың, иә? Мен осыған дейін, нешінші эпизод? Екінші эпизод па, үшінші эпизодта тоже бір IT маманынан интервью алғам, соны қарап көр онда. Сол, мысалы, сендерге оқып жатқан мектептерінде мамандық таңдау, осы қалай университетті дұрыс таңдау керек, сол туралы бір ақпараттар бере ма? Профориентациялық жұмыстар жүргізіле ма? Иә, ондайлар бар. Қосымша ақпараттар береді. Одан кейін біз осы грантты ұтуымыздың бағы белгілі болғаннан кейін бізге универ таңдауға көмектеседі. Енді қазір қалай сен өзіне қалай баға бересің? Мәселен, қыркүйектегі нәтижең қандай, қазіргі нәтижең қалай болып жатыр? Ол мектепке ең бірінші ау Көңілің тола ма? иә, көңілім толады. Вообще өкінбеймін бұл мектепке ауысқаныма. Себебі ең бірінші келгенде тапсырған пробныйымда мен 45 балл алғам. Мгм. 45 түк те білмей барғам. Ең соңғы енді мартовскийді айтайын, сол пробныйда 107 балл алдым. Вау, күшті. Онда сенде И жақсы плюс мүмкіндік болып тұрған сияқты ғой, грантқа түсуге. иә, одан кейін жақсы орта таптым, ақылды, сол адамдармен де қосылып, мен де қатар солармен жарысып, осы балға жетіп отырмын. Күшті, күшті. Мен сен үшін өте қатты қуаныштымын, молодец. Енді қазір екі емтихандарың қалды, иә? Оның біреуін осы Мгм, біреуін маусымда тапсырасыңдар. мгм, Сол иә. екеуі бойынша грантқа қатысасыңдар ма, или біреуі бойынша ма? Екеуі бойынша. Қайсының балы жоғары болады, соны алады. Сен мысалы мынандай сценарий қарастырып көрдің ба? Егер грантқа түсе алмай қалсам қалай болады деген сияқты. Андай білмеймін, вообще жаман ойлап көрмеппін. Мен андай не айтам, соны істеймін да. Мысалы январскийде мен 80-нен асырам болды дедім, 84 алдым. И мартовскийде айттым, 100-ден асыруым керек дедім, 107 алдым. Енді осы алдағы мақсатым ол 120-дан асыру. Мгм. Ешқашандай жаман ойлап көрмеппін, түспей қалсам деп. Всегда түсем, болды, мен жасау керекпін, істеу керекпін, оқимын деп. Өзім сөйтіп айтамын. Тек қана позитивке ғана настрой қойып отырмын дейсің ғой. Иә. Күшті. Енді мынандай сұрақтар туындап отыр менде. Сендер енді 2000-ші жылдан былай қарай туған балаларсыңдар ғой, ұрпақсыңдар, Z ұрпақ дейміз сендерді. Мгм. Сендердің қызығушылықтарын өте қызық көрінеді да бізге, үлкендерге.
Мысалы, шаштарыңды әртүрлі түске бояп, солай жүресіңдер ғой. Сондайға мысалы ата-аналарының көзқарасы қандай? Қалай көндіресіңдер? Мен енді өзім бұрын боядым ғой, Иә, соны. шашымды розовый қылып. Аха. Енді ол бұрын сондай тренд болды, бояу дейтін. Ол кезде мамамды көндіру енді қатты қиын болған жоқ. Мгм. Бояп бер дедім, одан кейін мамам ойланып жүріп, жарайды деп бояп берді. Бірақ қазір ондай жоқ. Шаш бояу, ондайға қатты қызықпаймын. Мгм. Уақыт өткен сайын ба, либо тренд өзгерген сайын ба, адам бұрынғыдай емес уже. Қызығушылық уақыт өткен сайын қызығушылық та өзгеріп жатыр, иә? Иә, иә. Сенің мысалы басқа жаңағы қатарластарың, басқа сыныптастарың қандай мамандықтар таңдап отыр көбісі? Бізде сол бөлген кезде бағыт бойынша бөледі ғой. Мгм. Біз сол бәріміз информат сол топтамын. Өйткені оны сұрап отырғаным тоже қазір сол сендердің қатарластарының көбі мен блогер болсам, актриса болсам деп көбі армандайды да, соны сұрайын дегенім ғой. Не себепті сендер сондай андай танымалдылыққа, сондай денсаулық бағытына қызығасыңдар деп? Білмеймін, мен өзім араласатын, жанында жүретін құрбым, ол өзі актриса болғысы келеді. Мгм. Бірақ та білмеймін, болған жоқ. Қазір осы менімен бірге оқып жатыр, информат бағытында. Бірақ арманы актриса болу. Демек, Білмеймін, әркімнің өзінің ар жағында тағы бір арманы бар ма? Мысалы, менікі стюардесса, ол уже өйтіп болмай қалатын арман да, оныкі тоже актриса болу. болмай қалатын арман деп бүйтіп айтпай, өйткені менің құрбым бар, ол стюардесса болып жұмыс істеген. Ол да мысалға бакалаврда, магистратурада әртүрлі мамандықтарда оқыды. Одан кейін сол тіл білгеннің арқасында стюардесса болып істеген. Иә, сондықтан орындалмайтын арман деп айтпа, бүкіл арман орындалады бұйырса. Ашылғаның үшін көп рахмет саған. Жаңа рубрикамның ең алғашқы жаңа қонағы болғаның үшін саған көп рахмет. Енді алдағы осы 2 сынақтан жақсылап өтіп, 140 баллды жинап, өзіңнің қалаған университетіне, Амин. қалаған мамандығына, грантқа оқуға түсіп кетуіне тілектеспін. Ал ар жағында стюардесса деген арман тұрса, ол да білмеймін, енді егер өзің шынымен қаласаң орындалатын дүние деп ойлаймын. Құрметті тыңдарман, бізді осы жерге дейін тыңдағандарыңыз үшін, көріп шыққандарыңыз үшін алғыс білдіреміз. Біздің арнамызға жазылып, ұнаса лүпіл басып, осы тақырып төңірегінде төменге комментарийге өздеріңіздің де пікірлеріңізді жаза кетіңіздер, және келесі эпизодта қандай тақырып қозғалғанын қалайсыздар, оны да жаза кетсеңіздер болады. Біздің бүгінгі эпизод осымен тәмам. Келесі эпизодта аман есен тілдескенше, көріскенше, сау саламатта болыңыздар.